Бір қамырдан қыздар осындай жұмсақ коржікпен рогалики жасап үйренеміз. Менің видеомның соңына дейін қарап жіберіп алмай өздеріңізге сақтап алыңыздар. Ең алдымен 3 жұмыртқа және де қант, майды жақсылап араластырамыз. Одан кейін үстіне қаймақты қосып тағы да араластырамыз. Үстіне ұн мен разрыхительді бірге араластырып қамыр илейміз. Қамырымызды осындай жұмсақ болады, тоңазытқышқа 1 сағатқа қойып аламыз. Кезекте қамырымызды осылай жайып, коржиктарымызды кесіп аламыз. Пешті 180 градусқа қыздырып, коржиктарымызды 15 минутқа ғана пісіріп аламыз. Коржиктардың бетіне айран жағуды ұмытпаңыздар. Айран жоқ болатын болса, онда жұмыртқаның сарысы мен сүтті араластырып, бірге жақсаңыздар да өте әдемі болып шығады. Коржиктар піскенше осылай рогаликиді жасайтын боламыз. Ол үшін мен ортасына сгущенка қостым. Варенка сгущенкасын қоссаңыздар, рогаликтеріңіздің сгущенка ағып кетпей жақсы піседі. Рогаликидің бетіне жұмыртқаның сарысы мен сүтті араластырып жақтым. Өте әдемі, жылтырап тұрып пісіп шықты. Осы қамырдың рецептісін жоғалтып алмай, қыздар өздеріңізге сақтап қойыңыздар. Бірнеше түрін пісіруге болады. Өте жұмсақ, нәзік болып шығады. Менің парақшамнан осындай жеңіл рецепттер табасыздар. Маған тіркелуді ұмытпаңыз.